Что-то бізде хайп болмай қалды, я? Хайп деген не өзі десең? Ол кісілердің дачаларында. Ориентациясы дұрыс па екен? Байқамай сызып кеткен кезің болды ма бірдеңені? Құрмет орден. Слишком уж какая-то она ванильная. Да шапалақпен. Шатаң! Бағдарламаны көрер алдында Жеңіс шоу YouTube каналына қосылыңыздар. Демеушісі емдеу сауықтыру кешені оқ жетпес Алматы филиалы. Сәлем достар, бүгін менде қонақта қазақ өнеріндегі жүрегі нәзік, жасы қаншаға келсе де бала болып жүретін менің сүйікті сіңілім Мадина Садуакасова. Сәлем баршаңызға, Жеңіс апай. Мадина, неге мен сені өнебей көргенде, ой, жоным кішкентай ғана деп жақсы көрем, Өйткені мен білем, неге екенін. Кішкентай кезіңнен, сенің осы үлкен сахнаға қадам басқан кезіңнен, сол 16 жасыңнан, білем мен сені, 16 жасыңнан білемін. Сол бала Мадина, пәк Мадина, сахнаға шыққанда көзі бақырайып, жылт еткен көзі бар, аспанға қарап, әдемі нәзік үнімен ән айтқандағы Мадина менің көз алдымда, Бірақ сонан бері бір жас жылдар өтті, және де Аллаға шүкір, бүгінгі күні қазақтың Мадинасысың, талай қол жеткізген жеңістерің бар, жетістіктерің бар. Бірақ сенің көзің де, өзің де, қылығың да сол бұрынғы кішкентай ғана Мадина. Бұл сенің образың ба? Әлде расында да Мадина сонша жылдардың ішінде әлі жүрегі бала, пәк Мадина ма? Енді біріншіден менің ата-анам әлі күнге дейін сол еркелетеді. Өйткені мен олардың тұңғыштарымын. Енді өздері айтады, сен бірінші дүниеге келген кезде біз барлығымыз бірінші немере болдың, енді сен барлығы саған жүгіріп кетті, Мадина, Мадина деп. Сол менен кейін қыздар келіп атса да, бірақ біз сол үйреніп кеткенбіз, тек қана сол Мадинаны еркелете беруге. Мүмкін ол сен үйден басталады негізі. Мүмкін сен жалпы сен кішкентай кезіңнен ән айтасың, Иә. Мүмкін сен өнерлі болғандықтан, қылықты болғандықтан сенің орның бір бөлек, бір төбе шығар. Мүмкін ол да бар шығар, негізі өткен айтады ғой, үйдің еркесі Мадина дейді. Менен кейін әлі екі сіңілім бар, інім бар, қазір немерелері бар, мысалы әке-шешемнің әлі күнге дейін еркелетеді. Өйткені мүмкін сол әнші деп шығар. Өйткені жалпы әншінің шығармашылық адамның бір ерекше бір мінезі болады екен, өзінің сондай бір бәріне сеніп қалатын, бір нәрсеге қызығып қалатын, бәрін ұмытып қалып. Мысалы, неге айтады ғой? Неге Мадина сіздің қасыңызда көмекшілеріңіз көп деп. Мен көмекшісіз адасып кетем демейсің бе? Мен тура сөйтіп жауап берем. Өзім бір жаққа кетіп қалам. Мысалы, мен біреулер қызықтырып, бірдеңе деп, Мадина осылай деп әңгімелерін айтып кетсе, мен кәдімгі еріп, солай ма деп ұмытып кететін кездер болады. Сондықтан әлі күнге дейін папа мамасының еркесі болғандықтан ба, әлде сол мүмкін мінезім де солай шығар. Бірақ мектепте оқып жүрген кезде жоқ, тура сондай болды. Жалпы негізі мен қателеспеппін, сенің табиғатың, сол жүрегің әрдайым сол бала пәк Мадина болып тұрған. Тіпті саған пародия жасағанда, кезінде Айгүл Иманбаева пародия жасады ғой, деп сенің майысқан кездеріңді сол ойлайды ғой елдер. Бұл сахнада өтірік майысады деп. Бірақ мен былай қараймын, сенің әрбір сұхбатыңды қараймын. Тіпті жаңағыдай концерттерге біз басымыз қосылып қалғанда гримердің сен кіріп келген кезде, ой, анауым қайда, анауым қайда? Мен айтамын, көкем-ау, неғып шашылып төгіліп жүрсің, қасыңда жаңағы 90 көмекшің жүресе, бір кезде Азамат деген бала болды ғой, Азамат деп, не десе, туфлиім қайда деген сияқты. Сондайларды мен көрдім. Ал енді бүгінгі күні сен ауыз толтырып айтатын қазақтың Мадинасы, және де Қызылорда қаласының құрметті азаматы, сен аузыңды ашып жүріп қалай жеттің осы жеңістікке, осы жетістікке? Мен шынымды айтайын, тіпті енді медаль дейді ғой, енді медаль, енді ол медаль құрмет. Иә, үлкен құрмет, үлкен үміт. Туған жерден осылай құрметті азаматы
болып енді көп үлкен кісілер алып жатты, расында да. Үлкен кісілер бар. Содан бірақ Қызылорданың 200 жылдығына орай 2 жастарға береміз. Біреу спорт саласынан, біреу өнерден деп. Содан екеумізге түсті таңдау. Біреу Зайчиков болды спорттан, штангист. Біреуіне сол өнер адамдарына Мадина деді. Енді шынымды айтайын, енді жеңіске әр адам әртүрлі әрқалай жетеді ғой, бірақ енді менің жетістіктерім жеткен, жеңістерім болсын, үлкен белестерім бір еш қиналмастан келгендер. Еш бір қиналып, әлде сол туралы жету керек, бәрін еңбектену керек, жан таласып, бір менде ондай болған жоқ. Және де олай емес, мен білмеймін неге екен. Везунчик дейді орыстар ондай, да? Өте, жолы болғыш дейді осы везунчик. Мен үнемі айтам ғой, кішкентай кезімнен айтам. Тіпті үйдегілердің өзі айтады, мына қыздың жолы болып қалады. Кейде бір таныстарым, жүрші Мадина, сен бізбен бірге баршы, қазір ол міндетті түрде болмайын деп тұрған нәрсе болып қалады дейтіндер бар. Мысалы, еңбек сіңірген қайраткер бар. Ол да тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына сондай бір жастарға берсін деп елбасы айтыпты. Жастарға беріңдер. Қолдаңдар жастарды, стимул беріңдер деп маған бұйырған сол кезде. Сондай кезде қандай сезімде болдың? Мен енді қуанасың, әрине. Өйткені расында халықтың қошеметі, халық сені жақсы көреді, бағасы ол бір бөлек, ол да бір бақыт үлкен. Ал енді мемлекет тарапынан сені осылай қолдап жатса, ол да бір үлкен бақыт. Сондықтан да мен бір нәрсе айтарым, қазір енді сіздің бағдарламаңыз жалпы жеңіске, жетістіктерге арналған, қалай жеткен жол дейді ғой, сол менің тура сол ешқандай жасырмайды айта алам, еш бір қиындықсыз қатты бір тер төктім деп те айта алмаймын, шынымды айтайын. Өзі бір жеңіл келеді, өзі. Қалай айтсам екен, жеңіл деп айтайын десең. Бұндайды айтады, Аллах тағала маңдайынан сүйген дейді. Бұлай қазақта айтып атады. Әлде солай ма, білмеймін, жолым болып тұрады. Тәуба деп, шүкіршілік жасайды. Шүкір деймін. Сосын бір конкурс дейді ғой, мысалы, сіздің конкурсыңызда. Сіз жюри болған, ең бірінші сол 96 жылы. Шықтым, әнімді орындадым, одан кейін сіз жақындадыңыз. Біздің сүйкімді, сен боласың, Анжелика Варумға ұқсайды екенсің. Сосын мен Анжелика Варум дегенді бәріне сосын сұрап жүрдім. Анжелика Варум деген кім деп. Мен білмейді екен сол кезде Анжелика Варум. Мектепте оқимын, қайдағы Анжелика Варум деп. Содан өзіңіз көрдіңіз, конкурстан кейін жалпы Рашид Ботбаевтар. Мысалы, мен ол жерде бас жүлде ұтпасам да, ұтып алмасам да, бірақ көрерменнің сүйкімді сүйіктісіне айналдың. Хит парадтың жаңағыдай бірінші орындарда менің әнім. Одан кейін келесі жылы тура сол 96-97 жылы жоқ, мен сол открытие года болып жаттым. Сол беріп жатты. Көптеген елдер сол кезде аралап шықтым. Мысалы, конкурсқа келсем, еш қиналмастан бір жұртты қараймын, дайын, деп дайындалып атады ғой. Сосын ойлаймын, мен маған да сөйтіп дайындалу керек шығар. Деп мен де распевка жасаймын. Сосын ұмытып кетемін, жарайды деймін, сол конкурсқа келем. Бірінші орын, бас жүлде. Енді білмеймін неге екен. Мен өзімде сенің даусыңның сиқыры бар шығар. Мен білмеймін қандай сиқыры бар екен, ненің сиқыры бар екен, бірақ солай болады менде. Мына әркімнің идеал тұтқан бір мақсаты болады. Сол идеал тұтқан мақсатыңа сен қаншалықты қол жеткіздің? Енді жеттім деп енді точно айта алмаймын. Это 100%, потому что у меня всегда, менде бір сондай бір немде тұратын, бір көкейімде ма жалпы, бойымда тұратын бір нәрсе. Я ж только начинаю. Я еще ничего не сделал. Я еще ничего не сделал. Подожди, еще только у меня еще сейчас, подожди, сейчас все впереди. Сейчас еще, вот, я только концерт, өзімнің жеке концертімді мен 2 жыл бұрын бердім. 20 жыл сахнада өнер көрсетіп, концертімді бердім. Бірақ көптен күткен концерт болды. Мен өзім болдым. Және де өте
қымбат концерт болды. Қандай дайындықпен келгенің, барыңды салғаның, концерт беру оңай емес. Әрбір қозғалысың, сахна қойылымдарың жақсы болды. Негізі мен Ләйляның сұхбатына бардым. Ләйля маған мынандай сұрақ қойды: қорықпайсың ба сыртта қалып қоюға деп сұрақ қойды да, сондай сұрақ. Мен невостребованный болуға да, сондай ұлды қорқасың ба? Мен сол кезде бұл бірінші рет қойыпты ондай сұрақты маған, негізі адам баласы. Содан кейін мен сол кезде жауап бердім. Не деп жауап бердің? Вот сондай қорқыныш жоқ. Білмеймін, жақсы ма ол, жаман ба. Негізі ол сұрақты, ол сұхбат шығып болды эфирге. Одан кейін мен тіпті айтып жатты, көрдік деп. Бірақ менің командам жұмыс істейтін. Ренжіді ме? Неліктен сондай сұрақ сізге қойылды? Көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба? Сіз жалқау болмаңыз. Қалып қоясыз. Сіз деген деп мені кәдімгідей сілкей бастады біздің қыздар. Мадина, давай, каждый день давайте. Енді таңертең оятады, таңғы сағат 8-де келсем 25 ән жіберіп қояды. Ол әнді күнде наушник киіп алып тыңдайсыз. Енді ол да дұрыс шығар. Жастар қазір әр секундты, әр минутты өзім кәдімгідей жоспарлайды да. Мүмкін солай істеу керек шығар деп. Мен де олардың ритміне түсіп қалып, жаршыл жындадан құсап деп шынымды айтайын. Сосын не істеп, не қойғанымды білмей, қарасам жазған әндерім түсініксіз, сапасыз. Сосын мен қыздар, мені асықтырмай қойыңдар, жанталастырмай қойыңдар. Өзі маған келеді. Содан қыздар да өзі деп қойды. Содан Ұлықпанаға бір күннің бірінде сол спокойствие кезінде үйде ұйықтап жата Ұлықпанаға түнде Мадина, жет студияға, ән бар, соны саған сыйға тартам, сұмдық саған жарасады, даусыңа келеді, кел. Жұлдыздар, жұлдыздар, әнін айға қосатын. Болды, Ұлықпанаға осы ән болды, жасаймыз. Болды, өзімдікі. Өзінен өзі өңдеу жасалды, Пашамен жаздық, дауысын концертте айтып кеттік, бейнебаян түсірілді. Негізі сенің бір хитің болды. Менің бір өзімнің енді өзіңнің жүрегіңнен шықты. Өзіме жаңағы жапасыңа түсті дейді ғой. Халықтың да көпшіліктің де көбінесе көңілінен шыққан ән. Сондықтан мен ойлаймын, мені негізі келеді өзі бәрі. Асықпай. Мүмкін сенің сабырлығың шығар жүрегіңдегі. Жанталаспай. Білмеймін. Анадан қалып баратыр, мынадан қалып баратыр, алдыма біреу түсіп баратыр деп ой жоқ қой сенде. Негізі жоқ, ондай ой негізі сұрақ қойған адамдар салып тұрады, маған емес, менің командама. Жаңағы содан шығып тұр ғой жаңағы. Ол бар, сосын тағы да Тимур қойды сұрақты: Мадина, кто твои конкуренты деген сияқты. Бірақ оның алдында мен айтқам, про конкурентов там, не знаю, вот про что можешь спросить. Мен ойлаймын, конкурент деген бұл жерде қалай айтсам екен? Конкурент? Ол сен конкурентті көрсең, ол саған конкурент болады. Білмеймін, конкурентті қарап отырып деп, это честно не мой стиль. Мен деген сол менікі. Жүрем, өзі келеді, өзі бола қалады, өзінен өзі келеді. Мен айтып жатырмын да, қанша... Онда сенің мына сөзіңе қарап бар ғой, біз сені талисманға балып жүруімізге болады. Жоқ, кейде былай, достарың, әріптестерің бір ән жазатын кезде Мадинемен барақшы, мүмкін хит болып кетер деп бердің. Жоқ, ұсыныс жасау да мүмкін саған. Ондай болып тұрады, кейде әнді шығады да, маған келе қалады деп. Енді тіпті кейбір композиторлар ән жазып кетеді, шабыттанып. Әлде мен өзім шабыттандырып жіберем ба? Бастайық деп, мынандай ән. Бірақ шығармашылыққа келген кезде енді расында да тоқтамау керек, оны мен білем. Әндер жазылу керек міндетті түрде. Жаңа әндер, композиторлар. Маған өзім үшін қызық. Қызығып жасаған дүние менде жақсы шығады өзі. Ал бірақ артымнан итеріп немесе мынаны қараңдар, анау маған болмайды. Сонда осы әңгімеңе қарап отырсам, қазір саған ұсынған әндер болды ғой жаңағыда. Мадина осы онда айт, сен күшті болады деп айтып қалып, бірақ сенің жүрегіңе жатпай, бірақ солардың көңіл үшін айтып, кейін неменесіне жаздым деген сәттер болды ма? Ол ән негізі, ондай әндер көп менде, енді шынымды айтайын, жазылып, бірақ айтылмай қалған, айтылмай жүрген. Ол әр кезде әрқалай, сен де ойлайсың кейде, мүмкін ән
ұсынған адамдардан емес, өзің де ойлайсың, мына ән қандай күшті деп айтқың келеді, айтасың. Ол тарап кете ма, тарап кетпей ма, ол менің қоржынымда тұрады ән болып. Бойыңда өзіңе ұнамайтын қасиетің бар ма? Көп. Мен ең ұнамайтыны. Көбінің қажеті жоқ маған. Әйтпесе полностью жаман болып қаларсың. ең ұнамайтын кешігіп жүру, өзгермейді менің. Өзіме ұнамайды сол қасиетім. Бүгін 4:30-да келем дедім сізге. 5:30 пришла, на целый час опоздала. Вот здесь живу рядом. Ровно 7 минут, 3 минут даже, 4 минут. Ол ауру қазір бұл вирус қой, бұл біздің қазір өнердегі әріптестеріміздің барлығының ауру. Жоқ, ол бәрінде емес, менің ойымша. Менде ең сол қасиет, ол қасиет емес, ол кемшілік. Ол кәдімгі сол жояйым, все, болды, я должна убить в себе этот деймін да, ну, а так, в принципе, я такой хороший человек. Я знаю, что ты хороший человек. Хороший человек десем. Ну, бар негізі кемшіліктер бар. Әр адамда кемшіліксіз адам жоқ қой. Идеального человека не бывает. Бірақ сенің бойыңдағы кемшілігіңнің сенің қасыңдағы адамдарға не болмаса қоғамға зияны жоқ, дұрыс па? Розыгрыш болды ма өміріңде? Біреуді сені разыгрывать етті бе, әлде сені розыгрыш болды ма саған? Мен разыгрывать етті. Көп рет мен розыгрышқа түсіп қалам. Өйткені мен келіп жатам да, ойламайсың ғой, сені біреу разыгрывать етеді деп. Енді қандай қызық болды? Ең қызықты өзің шок алған қандай розыгрыш болды сенде? Наверное, самый такой розыгрыш был, когда ведущий, бір ведущийдан жаңадан келген мына сұхбат алып жатқан бала менен не алып жатыр, сұхбат алып жатыр, сұрақтарын қойып. Сөйтсе, ол розыгрышке мен білмеймін ғой, Мадина, вот смотри, у нас молодой ведущий деді. Жарайды, мен отырым, тыңдап, жауап беріп жатырмын. Бір кезде анау жүгіріп келді, не так сказал ты, вот так надо сказать деді. Сосын, ну ладно, сейчас научится он. Давай көмектесіп жатырмын енді, ыңдап. Көрдім, анау қара тер, естественно бәрі. Қара терге түсіп кетті. Сосын мен көмектесіп жатырмын. Тура сол бір жерге келген кезде шатасып қалады. Бір сөзге келген кезде шатасып қалады. Сосын мен айтамын, своими словами скажи, тура соны айтпай ақ қой, басқаша қылып айтсаң болады деп тұрсам, бір кезде жүгіріп келді, анау алтта шапалақпен шатаңқ еткізді да. Мен отырмын, кеттім мен мына жерден, ой болды менде. Мынау не деген сұмдық, ужас. Сөйтіп, ужас, это ужас, это какой-то кошмар. И сол кезде ойладым, масқара, мынау не деген, до чего телевидение дошло. Қазақстан ұлттық арнасы еще. Сөйтіп, өзінің байқұс ведущийін соншама сабыл. Соққыға салып. Ужас қой, кеттім деп тұрған кезде Мадина гүл беріп тұр ғой, это розыгрыш деп беріп. Сендер қандайсыңдар дедім. Мен ана байқұс балан, анау кәдімгі бір шапалақтың анау ударды көруге. Деп ұрған ғой. Иә, деп ұрған ғой оны, бірақ анау отлетел кәдімгі. Сол кезде, что вы делаете? Почему вы? Да сейчас у него, что вы делаете? Деп сөйтіп. Негізі қалай болса да мәдениеттілік сақтау керек қой. Телеарнада, басқада болсын. Сондықтан розыгрыштар болады. Осы біздің бір бағдарламаларда байқауы болды. Саған ұқсайтын қыздар келді, е? Сондай ұқсастық өзіңді двойниктер дейміз ғой. Двойниктеріңмен дос болдың ба? Дос бола алар ма едің? Білмеймін, мейлі ғой, болатын едім. Бірақ менің двойниктарым көбінесе менен көп жас кіші болды да. Сол жақында бейнеклип түсірдім. Я дедім, былтыр түсірдім. Я дедім деген бір свадебный бір ән. Енді қыз бала я деп жауап береді ғой, я дедім деп. Соған мен сол өзіме ұқсайтын сол қызды конкурсқа қатысқан, конкурста ұтқан, двойниктердің конкурсында ұтқан қызды Балжан, есімі помню. Балжан қызды өзім шақыртып алдым, менің сіңілімді ойнап берші деп. Өйткені біздің үйдегі біреуі банкир, банкта жұмыс істейді, біреуі юрист, біреуі программист, сондай. Рөлді тіпті ойнамайтын адамдар. Рөлді ойнағысы келмейтіндер, айналайын, өзің ақ не бол деп келмеген сіңілім. Негізі шын өзімнің сіңілімді де ойната салуға болатын еді, өзіме ұқсайды ол. Бірақ мен Балжанды шақырдым, өйткені қыздар түспейм дегеннен кейін. Сол двойниктерімді кейде клипқа шақырып қоятыным бар. Ал бірақ дос, енді мейлі ғой, ұқсаса ұқсайды.
Жоқ, жақсы емес па, мысалы бір жерге сені тойға шақырады, а сен үлгере алмай жатсың. Ой, жоқ. Фонограммасын беріп бар өлең айтып ақша тауып келді. Қазақстанда ондай болмайды бізде. Талай болды ғой, ана Ресейдің әншілерінде сондай. Ресейде мүмкін болған шығар, бірақ бізде Қазақстанда ондай өтпейді бізде. Мен қазір я какой-то правильный получился деген әңгіме болады. Сондай кішкене неправильный бірдеңе жасайды. Иә, неправильный емес, өзіңнің бойыңда нені өзгертер едің? Осы қайбір мінезіңді өзің бойыңда не нәрсе ұнамайды, нені өзгертер едің? Мүмкін сол ойсылып, асықпай, келеді өзі деген қасиетті мүмкін өзгертер едім. Арманшылдықты ма? Әйтеуір болады, шүкір. Қазір болып жатыр ғой. Тағы дегенді мүмкін мен өзгертер едім жаңағыдай. Бір жағынан сол кішкене қазіргі заманға лайық болар ма едім деген. Кішкене бір еті тірілеу дей ма? Бірақ негізі көбінесе мені ой Мадина деген ол шаршамайды. Мен шаршамаймын, өйткені неден шаршайсың? Өзің жоқ, былай қарап отырсам, мен сені ұйықтап қалған әнші деп айтпас едім. Сен әрдайым жыл сайын жоқ дегенде бір хитің шығып тұрады. Әрбір бағдарламада жүресің. Әділ қазылар алқасында болып отырасың, жүргізушіде болып жатасың. Білмеймін мен неге сен өзіңді жалқаумын деп есептейтініңді. Жай басармын деп есептейтініңді. Мен сенен бір жай басарлық көріп тұрған жоқпын. Маған біздің үйдегі жалпы біздің команда бар ғой енді бізде жұмыс істейтін. Күнде келетін SMS: Мадина, сіз неге бір күн кетті 24 сағат? Біз ештеңе істемедік, қалай деп. Біріншіден мен өзімнің сол командама благодарна очень. Өйткені сені қамшылап отырады? Қамшылап отырады, новый идеялар алып келіп жатады. Мен деген, істейік, болайық, жарайды, жасайық, давай, мейлі. Мен сосын жоқ деп айтпаймын негіз көбінесе жұмыс дегенге. Алға. Көрейік, тәуекел болады. Жаңалықтардың барлығы қайсысы болды білмеймін ба, алға. Бірақ енді күнде естейтінім Мадина жалқаулау деген. Бұлай сырт көзбен қарасаң, мысалы. Сол сенің қитығыңа тимей ме? Жалқаулау деге берген саған кешке дейін. Вот сол қасиетін өзгертер едім. Мүмкін жалқау шығармын шын менде. Мүмкін маған деп мысалы мен спортзалға бармаймын күнделікті. Уақыт жоқ қой өйткені сенде. Қолың бос болса балаңа көңіл аударған келетін шығар. Мен жалпы сол жағынан өзімді білмеймін, бір дене бітімімді өзгертіп, ағылшын тілін жаттап, мысалы. Енді көп қой нәрселер. Қазір енді тағы да 4-ші диплом алар едім, мысалы. Негізі. Былай қарасаңыз, жұмыс істеп келе жатырмын, концерттерімді беремін. Неге 4-ші диплом? Сенде сонда қазір 3 диплом бар ма? 3 диплом бар, иә. Қандай мамандық? Біреу музыкальный училище, хоровик дирижер. Кәдімгі өзімнің сол музыка. Екіншісі психология, үшіншісі журфак. Казгуд бітірдім. Оның өздері де мен барып түсем деген, мен оқуым керекпін деген емес. Өзі сол музыкалық колледжге түсу керек болды, өйткені мен өзім музыканы жақсы көремін, міндетті түрде білімді болуым керек. Қызыл дипломға бітірдім. Қатты қиналып, жанталасып, күнде былай отырып қызыл дипломға жеттім деп айта алмаймын. Мен келемді, ашамда на слух тез жаттап аламда, 2 күннің ішінде могу сол кезде. Бір пьесаны енді ол кезде қатты қиын емес қой колледж. Жаттап аламда, экзаменде кәдімгідей тартып атам, немесе пожалуйста деймін да, өзі жеңіл өтіп кетеді. Қызыл дипломды қалай келгенде өзім байқамай қалдым. Мысалы, неге келетін болсақ, психологияға. Мен 2 жыл очно оқыдым. Қайда оқыдың? Мен Евразийский университетке түстім Астанада. Одан кейін... Ол кезде Астанада тұрдың, е? Ол кезде Астанада тұрдым. Президентский оркестрде жұмыс істедім 5 жыл. 3 жыл гүлдер ансамблінде істедім. Бұлай өзімді жалқаудым істемейді деп айтайын десең, өйткені менің ойымша мен өзім қиналмайтын шығармын. Өзіме адамға өзіне ұнайтын іспен айналысса, ол оны жұмыс деп қабылдамайды да, жанталас деп қабылдамайды, ал шығармашылық қарбалас сондай бір волнамен, на каком-то подъеме істейді да, содан шаршамайды деп ойлаймын. Адамдарға
бұлақ негізі былай істелініп жатыр ғой. Оқу, мысалы, дипломдар бар, мысалы, психология. Содан кейін заочныйға ауысып кеттім. Одан кейін оны бітірдім. Одан кейін Казгуға ұсыныс түсті. Кез келген мамандықты таңдаңыз өзіңіз. Бірақ біздің студентіміз болыңыз, концерттерге шығыңыз деп. Оқудың бәрін бартырмен бітірдің ба, өлең айтып? Жоқ, мен училищеде бұлай ән айтқызған жоқ аса, өйткені ол жерде классический образование. Ол жерде оқыдым, бірақ ән айтып жүрдім параллельно, дұрыс ол. Ал енді Евразийский мен Туранда, мен Евразиялық ұлттық университетінде оқыған кезде білмеген менің әнші екенімді тіпті. Мені тіпті әнші екенімді білмеген. Туранда да мен солай бітірдім ғой. Евразия ұлттық университетіне түстім, очныйға, бірақ заочный жоқ екен. Содан Туран университетіне ауысып, Туранды бітірдім. Менің енді оқыдым. Мадина, сен әдемі әншісің. Жаңағы әдемі әншісің, әндерің де әдемі, бәрі әдемі. Жаңағы поклонниктерің, Құдайға шүкір көп. Фанаттарың дейік. Поклонник емес, фанаттарың. Қыздар Мадинаға ұқсағысы келеді, тіпті саған ұқсатып талай кекіл қойған қыздарды көрдім. Сол кезінде, иә. Қою кекілдерін бүйтіп алып жүрген. Қазір менде де ол кекіл. Сол фанаттарың жағынан бір қандай қызық қылықтар тастады олар сендер саған? Ой, неше түрлісі болды, әсіресе кезінде сол машинамен кеше ғана еске түсіріп аттық балдар. Атыраудан біз бірнеше километр, 2 километр ма жүрдік. Сол поклонник фанаттарымыз Мадина деп сол 2 километр ма, бірнеше километр. Қаладан шыққан, біз басқа қала, бір қаладан басқа қалаға бара жатырмыз. Артымыздан қуалап Мадина деп әнін айтып, енді бір қыз бар, татуировка жасады. Сенің сөйледің? Мадина Садвакасова деп. Қыз? Бір қыз. Ориентациясы дұрыс ба екен? Ой, Құдай сақтасын, бәрі дұрыс, ол әндерін жақсы көреді. Мен в душе ән Мадина Садвакасованың әндері, менің денемнің үстінде Мадина Садвакасованың инициал МС. Мадина Садвакасова. Сосын мен, может, это что-нибудь другое? Нет, МС. Я могу ваше отчество еще написать. Сосын, ойбай, қой. Деп, көрсеткендер болды. Ондай да болады. Ол енді таңғалдырады, ол кезінде болды. Мен түсінем, егер де жігіт денесіне Мадина деп Садвакасова деп мені де сол. Ал қыздың жазып алған, мен бірінші естіп тұрмын. Сол қыздың Айман бет аты, Айжан бет. Ал енді таңғалдырды сол кезде. Самый странный комплимент в свой адрес. Комплиментті көп естисің ғой енді. Оның ішіндегі бір, мынау да комплимент па? Әлде бұл не деген сияқты моменттер болды ма сенде? Мысалы, ойбай, бойың құртық екен ғой деп. Ол комплимент па, ол не ма? Сосын біреу, ой, қандай жіңішкесіз, арықсыз дейді ғой. Жарайды, ол жақсы арық. Құртық екен ғой деген жаман екен. Арық, ойбай, құртық екенсіз ғой деп тұрады. Мысалы, кейбіреулер енді странный комплимент. Өздері, мен бір нәрсені түсінем, адам әншіні көрген кезде сасқалақтап қалады. Кейде, ой, ол жаңа қортық деп айтқан өзі кешірім сұрады. Өйтіп айтқым келген жоқ, кішкентай қалай айтады, сөз тапмай қалдым ғой дейді. Мысалы, кейбіреулер айтады, я ваш кумир дейді. Жаңағыда шатастырып алады да. Я ваш фанат дегеннің орнына, я ваш кумир дейді. Сосын жарайды, ладно дейді. Ая ваш кумир демеді ме? Сөйтіп мен де кейде ая ваш кумир деп жауап бергім келеді, сосын жарайды дейсің. Өмірде неден қорқасың? Неден? Адамдардың бар болып жоқ болып кеткенінен қорқам. Енді өлім дейді ғой, смерть. Вот она пугает только. Ең бастысы жақындарымыз, біздің еліміз тыныш болып, жақындарымыз аман есен болып. Мысалы, бізде бір естейсің, мысалы, журналистка қыз бізбен бірге жүрді, менен сұхбат алды. Альфия Мингазова деген Тараздың қызы. Жақында қайтыс болыпты. Менен кәдімгі күшті қылып, сезон ба білмеймін, есімде жоқ, бір винтаж ба, бір журнал.
глянцевый. Әдемі қылып сұхбат алады. Жап-жас 22-дегі қыз от боп, сол кезде есімде қалған, от боп жанып тұрған қыз хабар келді, қайтыс болыпты. Сосын мен содан қорқамын. Мен көп ойланып жүрем. Менің тіпті мынандай нәрсе болды менің өмірімде. Мысалы, менің досым Бақтияр Артаев, спортшы. Біз өте жақсы дос болдық кезінде. Мен оның тіпті баласының атын Алинур деп қойдым. Ол өзі звондады. Мадина, мен ұлды болдым. Мен тойына бардық бәріміз. Көптеген қуаныштарына, кәдімгі жетістіктеріне қуанып, сөйтіп жүрдік. Енді кезінде содан бір кезде хабар келді, папасы мен мамасы қайтыс болды. Бірде, бір машинада, бір сәтте. Менің ана мына сұмдық бір қалай деп, ал енді Мадина бару керек дейді. Шығамыз, біз шығып жатырмыз дейді ғой, балдар, қыздар бәрі. Мен бара алмадым. Барған жоқпын, көңіл айтуға емес. Мен бара алмадым, мне очень страшно. Мен қалай мен барам, это страшно. Енді ол кісілерді көзіңмен көріп, қолынан баруым керек, әрине мен білем. Баруым керек, мен бара алмадым. Мен ешнәрсе, бәрі машиналардың бәрі шығып жатты Алматыдан. Звондап жатты, Мадина жүр деп. Мен қорқам, өте қатты қорқам. Яғни жақындарыңды, таныстарыңды жоғалтудан қорқасың. Мен қатты қорқам. Тағы бір сұрағым бар. Осы айтып жатырсың ғой, маған бір осы жетістіктер, жеңістер қиналмастан келіп жатыр деп. Бірақ сен өзің өзің сенбеген жеңісің бар ма? Я же об этом даже не мечтала деген. Әр кезде сөйтіп айтатын сияқты. Өткен еңбек сіңірген қайраткер келген кезде, жаспын ол кезде. Өзінен өзі келе қалған кезде, я даже не мечтала об этом дедім. Одан кейін құрмет ордені. Құрметтің де ордені? Құрмет орденінің иегері Мадина Садуақасова. Я тоже об этом не мечтала. Енді Қызылорда қаласының өзінің туған жеріңнен құрмет азаматы деген кезде биыл осы. Ол да бір, я даже об этом не мечтала деп айттым тағы да. Енді кішкентай қыз болдым, мектепте оқыған. Енді негізі бір сиқыр бар енді. Білмеймін. Я об этом не мечтала дегендер өте көп менде, өмірімде сәттер. Өте көп. Өмірде не ұрладың? Өмірде бір байқамай сызып кеткен кезің болды ма бір деген? Жоқ, тұра тұрыңыз, қазір бар есімде. Бар дейді. Мектепте сол. Мектепте емес, үйде. Сол кішкентай мектеп оқып жүрген кезім. Біз алма ұрлайтынбыз. Жан таласып мініп Қызылордада талға мініп, сол көршінің. Бізде де сондай алма бар. Бірақ көршінікі тәтті. Бірақ көршінікі азарттандай жүрді кеттік. Ана алмалар. Жоқ, ол кісілердің дачаларында қып-қызыл алма, бізде көккөмбек алма. Алма Қызылордада, представляете? Фишка. Соны ғана, ал бірақ негізі біреудің затын алуға. Мұндай қасиетім жоқ құрсын. Ал сол мектеп есіңе түсіп отыр, сені мектепте кім деп мазақтайтын еді? Ой, неше түрлі. Жоқ, мектепте мазақтайтын, бірақ ат болу керек қой. Енді бізде орысша болғандықтан енді көп мышонок деп айтады, өйткені кішкентай. Физкультурада ең соңғы болып тұрады, өзі тып-тыныш. Дауысы на-на-на-на-на-на деп шығады, соны мышонок деп айтады. Сені мышонок дейтін бе? Болды, сол е. Ол бір әдемі сүйкімді атқа. Мышка дейді, болды. Айтып отырсың ғой, өмірде адамның бар болу жоқ болып кеткенінен қорқам деп. Біздің өмірімізде біздің әпкеміз, осы өнердегі Мадина Ералиева әпкеміз өмірден өткен кезде біз үшін үлкен қайғы болды. Бірақ бір үлкен концертте Гүлдер ансамблінің 40 жылдығында мен сені білмеймін, аузыма қайдан түскен, сені хабарлайтын кезде, ал енді сахнада қарсы алыңыздар, Мадина Ералиева дедім. Кешіріңіздер, Садуақасова деген кезде сен қандай жағдайда болдың? Сен дайындалып тұрдың сол кезде сахнаның артында? Өйткені халық деген естідім ғой, залдың кәдімгідей деп. Енді не шығарымды, не шықпайтынымды бісміллә деп шықтым.
сосын артынша сіз түзедіңіз. Енді мүмкін ол кісінің негізі Мадина апайдың бір аруағы қолдайтын сияқты кейде. Негізі сенің атыңды сол Мадинаға ұқсастырып қойған емес пе? Жоқ. Өйткені Мадина Ералиева сол кездері Қызылордада Ақбаян болып сыңғырлап жүрген кезі болатын. Жоқ, менің атымды әжем қойған. Түсінде Меккеге бара жатыр екен. Түсінде Меккеге бара жатыр. Арманы болатын енді. Ол кісілер қожалар, арманы Мекке. Ол кезде тығылып, Совет үкіметінен тығылып намаз оқитын, білмейді тығылатын, өздері жиналап. Бүйтіп түсінде оянып, менің мамамның аяғы ауыр. Сен айтты, қыз туылса, мен Мекке Медина деп қоям деп. Соны енді Меккесін қоймай, Медина деп қойды. Сенің атың Медина ма әлде Мәдина ма? Мәдина ғой, Мәдина. Негізі. Вот откуда ветер дует. Аянмен келген қызы болғандықтан жолың болғыш. Сондықтан да респект әжеге. Өміріңде мынау елдің алдында жүргесін әңгіме көп болады. Сенің жүрегіңе қатты тиіп, не болмаса айғайлап күлдірген бір халықтан келген бір өсек бар ма? Негізі халықтың алдындағы адам болғандықтан әңгіме айтылады. Әрине айтылады. Көп айтылады, неше түрлісі айтылады. Кейбіреулерін естіп ренжисің. Қазір Инстаграм деген бар, өздері айтпай, Инстаграмға саған жазады. Соны оқып аласың. Онда тіпті әңгіме емес, осылай екен ғой деп айтады. Мысалы, біздің үйдегі кіші інімді, білмеймін неге екенін, қызылордалықтар кейбір Мадинаның ұлы деп есептейді. Білмеймін неден екенін. 15 жасында туылдың ба не сонда? Мен 15 мен 12 жасымда туған екенмін, 91 жылы ол. Сонда мен 79, ол 91. Нешеде? Сонда әңгімеледі, Мадина сізде енді қатты, енді көп әңгімелер. Енді расында таңғалдыратындар да бар кейбір кезде. Мадина, келгенге рахмет. Өмірде, өнерде жолың бола берсін. Бақытты бол. Ең бастысы осы бағытыңнан тайма. Рахмет. Болды ма? Что-то бізде хайп болмай қалды, я? Слишком уж какая-то она ванильная.